Баршаларыңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен өте дәмді палау дайындайтын боламыз. Күріші езілмей өте әдемі піседі. Ең алдымен қазанымызға майымызды құйып, қызып тұрған майымызға етімізді салып, жақсылап қуырып алатын боламыз. Содан соң пиязымызды салып, тағы да жақсылап қуырамыз. Пиязды сарғайғанша қуырып аласыздар, сонда палау өте дәмді шығады. Содан соң сәбізімізді салып, жақсылап араластырып, тағы да қуырып алатын боламыз. Сәбізді көп қуырудың қажеті жоқ. Содан соң 2,5 кесе су құйдым. Тұзымызды салып, қазанымыздың бетін жауып, бір қайнатып алатын боламыз. Оттың астын жай қойып, осылай етіміз 30-40 минут қайнауы қажет. Содан соң суымыз қайнағасын приправаларымызды салатын боламыз. Мен мейіз және де палауға арналған приправа қостым. Қосу өз еркілеріңізде. Өзіме осы приправа ұнайды, өте дәмді шығады. Енді мен 2 кесе күрішті алып, жуып, 30 минуттан кейін осылай күрішті салдым. Осылай тегістеп шығамыз. Суы тартылған соң күрішті ортаға жинайтын боламыз. Баяу отта пісіресіздер, сонда асты жабысып қалмайды. Су құюдың қажеті жоқ артық. Барлығын осылай ортаға жинап, сосын ортасын осылай шұқып ашып алатын боламыз. Содан соң қазанымыздың бетін жауып, күріш піскенше қайнататын боламыз. Осылай біздің күрішіміз дана-дана болып шықты, әдемі болып пісіп, сәбізімізбен жақсылап араластырып, етімізді турап ұсынатын боламыз. Сіздерге ұнаса лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Баршаларыңызға ас болсын. Менің каналыма жазылуды ұмытпаңыз.